Кайырлы күн достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді, тойымды етті бәліш дайындаймыз. Құрамы өте қарапайым, үйдегі бар азық-түліктермен жасалынады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ертілген сары майды, оның үстіне қаймақ, бір жұмыртқа, шым-шым тұзымызды салып араластырамыз. Електің ішіндегі ұнға қамыр қопсытқыш салып, бірнеше бөлікке бөле отырып араластырамыз. Басында осындай күрекшемен араластырамыз. Қоюлана бастағанда қолымызбен илейміз. Дайын болды. Енді тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Нанымыз тыңғанша салмасын дайындаймыз. Менде осындай қолмен ұсақтап туралып алған ет, бір пияз, бір картопты мантыға турағандай етіп, майдалап турап аламыз. Кез келген етті пайдалансаңыздар болады. Фаршты да, тауықтың етінде осылай қолмен майдалап турап, онымен де жасауға болады. Барлығы өз қалауларыңыз бойынша. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқышта тұрған нанымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін пергамент қағазына жайып аламыз. Осылай жұқалау етіп жайдым. Өйткені құрамында қамыр қопсытқыш болғандықтан піскенде нанымыз көтеріледі. Кесіп дастарханға қойған кезде де өте әдемі болады. Қытырлақ болып қалмайды, уайымдамаңыздар. Үстіне салмамызды саламыз. Нанымыздың екінші бөлігін кішкене ұн сеуіп, тура солай жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен бәлішіміздің бетін жабамыз. Салмамыз шашылып кетпеу үшін осылай жан-жақтарын жапсырып біріктіреміз. Осылай пісіре берсеңіздер де болады. Мен жан-жағын түйіп, өріп шықтым.
Бетін осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 170 градуста 40-50 минут пісіреміз. Біздің бәлішіміз пісті, өте дәмді, керемет болып шығады. Жұп-жұмсақ, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Барлық құрамы төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.